өмірдің мәні әркім өзінің миссиясын тауып алу, өзіне қызықты бір нәрсемен айналысу. Демалайық, демалып ал, бірақ это надо дегенді түсіндіру керек. Кейде ата-аналар баланың оқушы деген статусын ұмытып кетеді, балаларды үй шаруасына көбірек жұмсап қойып жатамыз. Миды да біз ақырындап алдауымыз керек. Мына оңай, сен күн бойы демаласың. Қазақ тілін білеміз, орыс тілін білеміз. Осы екі ақ тілде шектелмей, ағылшын тілін бәрібір бізде 3 сыныптан 11 сыныпқа дейін мектеп үйретеді ғой. Сәлеметсіздер ме? Есімім Айнагүл Дәуіт. Сенің атың жылдамдық есі математика тренажерларының авторымын. Самға үздіктер фабрикасы оқу орталығының негізін қалаушымын. Бүгінгі сөйлейтін тақырыбымыз, қозғайын деп отырған тақырыбымыз балаларда қалып қоятын пробелдар. Ата-аналар көп жағдайда байқамай қалады. Неге баласы 3-ке оқи береді, 3-ке оқи береді, 3-ке оқи береді? Менің жалпы көтеріп жатқан тақырыптарым мынау 3-ке оқып жүре бермеңіздер, 5-ке оқуға болады деген тақырыптарды өте көп қозғаймын. Өйткені менің алдыма келетін балалар сондай балалар. Соған әбден етім үйреніп алған, бойымды үйретіп алған, мына 3-ке оқып жатқан балаларды бетіп, түбінен бастап, жаңағы тамырынан бастап бетіп, деп 5-ке жеткізуге болады екен сондай. Енді қараңыздар, жалпы анализ жасайтын болсақ, мысалы бастауыш сынып, орта буын, жоғарғы сыныпқа дейін, мысалы орта буын. Балаларда 2-ші сыныпта пробел қалып қояды, және балаларда 5-ші сыныпта пробел қалып қояды. 2-ші сыныпта пробел қалып қойды ма, болды, буксовать етіп, сол жерге тұра бересіздер. Сондықтан 2-ші сыныпқа өте сақ болыңыздар. 2-ші сыныпта үйрететін бүкіл тақырыптарды балаға меңгертіңіздер. Ата-анасы үйде болсын, мұғалімде біледі, мысалы 2-ші сыныпта қай тақырыптарды білмей жатыр. Көп жағдайда 2-ші сыныпта көбейту жатталынбайды, көп жағдайда 2-ші сыныпта жаңағы ойша қосып азайту жоқ болып жатады. Одан кейінгі ең үлкен өте сақ болу керек сынып 5-ші сынып. 5-ші сыныпта бөлшек сандарды қосу, азайту, көбейту, бөлу, қысқарту деген сияқты бөлшек сандармен жұмыс жасайды. Ал бөлшек сандармен балалар жұмыс жасау үшін бастаушы балалардың тап-таза болу керек. Бүтін сандармен сатырлатып жұмыс жасап тұру керек. Көбейтуді біліп тұру керек бала, ойда сандарды қосып азайтуды ойда көріп тұру керек деген сияқты. Бастауыш сыныпты тап-таза қылдырып топ еткізіп 5-ші сыныпқа барсаңыздар, 5-ші сынып сіздерге жеңілірек болады. Ал егер бастауыш тазармай 5-ші сыныпқа барсаңыздар, болды, 5-ші сынып сіздерге қиын болады. Тіпті бастауыштан жақсы бітіріп келген балалардың өзі кейде 5-ші сыныпта кәдімгідей 5-ші сыныптан бастап ақырындап пробел қалып қойып жатады. Орта буыннан келіп жатқан балалардың көпшілігі бөлшек сандармен жұмыс жасай алмай жатады. 7-8 сыныптың балаларын біз артқа қарай қайтамыз ғой, жаңағы 5-ші сыныпқа апарамыз ғой, 5-ші сыныптың бөлшектерінен бастаймыз ғой, балада тез ілгерілеу көрінеді. Сондықтан 5-ші сыныпты аяқтаған оқушылардың ата-аналары 5-ші сыныпты қалай аяқтадыңыз? 3-ке аяқтадыңыз ба? 4-ке аяқтадыңыз ба? 5-ке аяқтадыңыз ба? Сол 5-ші сыныптың тақырыбын әдемілеп бір қайталап шығыңыздар. 3-ке оқып жүрген балалар, 4-ке оқып жүрген балалар, 5-ке жетіп алыңыздар. 5-ке оқып жүрген балалардың өзі бір жерлерге алып барасыз ба, мұғалімдеріңізге көрсетесіз ба, жалпы қандай пробелдар қалып қойды, соны бір тексертіп алсаңыздар болады. Жалпы 5-ші сыныпта қалып қойған пробел, сол пробел болып тұра береді. 7-ші сыныпқа барсаңыздар да, 8-ші сыныпқа барсаңыздар да, сіздер тақырыптармен жұмыс жасап, тақырыптар басталған кезде, бөлшек сандарды бір-біріне қоса алмай, азайта алмай тұрсаңыздар, немесе бастауыштан пробелдар қалып қойған болса, ана жақта сіздер ешқандай есеп шығара алмайсыздар. Енді қараңыздар, жалпы математикадан дарынды балалар бар, немесе математикадан баласының деңгейін көтеріп отырған ата-аналар бар, мысалы баласымен кәдімгідей айналысып отырған. Ондайда балалар бар, жеткілікті, ондай балалар дарынды балаларға арналған мектептерге түсіп жатыр. Түсе алмай қалса да, өз мектептерінде өте жақсы математиканы жақсы көретін балалар бар, мысалы. Одан бөлек бізде бір топ математиканы жақсы көрмей қалған балалар бар. Бір жерде пробел қалып қойып, математика біздікі емес деп, сосын ата-аналар өздеріне өздері осындай бір тұжырым жасап алады. Математика біздікі емес, біз больше гуманитарияға біз жақынбыз деп өздеріне өздері сондай қойып қояды. Олай
олай емес, ол математика сіздікі болуы мүмкін, бала бір жерден қалып қойып тұр пробел. Математика деген негізі өте бір андай точная наука дейді ғой өзі, нақты бірімен бірі бірақ өте байланысты. Анау екінші сыныпта қалып қойған пробел, ол сол жерде буксовать етіп тұра бересіздер, бір жаққа сәл шыға алмай қаласыздар деген сияқты. Ол бірімен бірі өте байланысты. Жаңағы екінші сыныптан әдемілеп бүкіл тақырыптарды үйреніп алған болсаңыздар, үшінші сынып сізге өте оңай болады. Үшінші сыныпта қосылатын жаңа тақырып сіздерде бағандап көбейту, бағандап бөлу. Одан бөлек бір ерекше тақырып жоқ, негізгі тақырыптардан айтамын. Ал төртінші сыныпта үлкен таңба сандармен жұмыс жасайсыздар. Жаңағы мәселе есеп, басқа да есептер қосыла береді. Негізі екінші сыныптан бастау алған тақырыптар ары қарай жылжып бесінші сыныпқа дейін келе береді. Ал бесінші сыныпта сіздер таза бөлшек сандармен жұмыс жасайсыздар. Сондықтан мен айтар едім, екінші сыныптың тақырыптарына аса сақ болыңыздар, және бесінші сыныптың тақырыптарына аса сақ болыңыздар. Екінші сыныптан өте жақсы аяқтаған балалар, мысалы сандармен жақсы жұмыс жасайтын балаларға төртінші сыныптағы үлкен таңбалы сандарды бөлу, азайту деген ол қиын болмайды. Көп балалар мынандай бағандап бөлу, мысалы үлкен таңбалы сандар, мысалы бағандап көбейту, осы жерден шатасады, осы жерден буксовать етіп тұрады балалар. Неге? Пробел мына екінші сыныпта қалып қойғандықтан. Төртінші сыныптың есебін шығара алмай жатсаңыздар, пробелдарыңыз екінші сыныпта қалып қойған, ойша қосып азайтудан балалар қалып қойғандықтан. Ал бесінші сыныпта жаңағы бөлшек сандарды кәдімгідей жақсы оқытып алсаңыз, сіз деген жоғары сыныпқа дейін өте жақсы оқисыз. Бірақ әр сыныптың өзіне тән тақырыптарын алып отыру керек, бекітіп отыру керек. Бірақ әр сыныптың өзінің тақырыптарын әдемі бекітіп отыру үшін сізге бөлшек сандарыңыз сатырлап тұру керек. Балалар ағылшын тіліне бару керек деп қана айтамыз. Біз оның прям қажет екенін ата-ана біледі. Бірақ бала оны қажет деп ойламайды ғой. Бірақ баламен түсіндіру жұмысын аз жүргіземіз. Түсіндіріп айтып жүрсе, ағылшын тілі бізге қажет, не үшін қажет? Біз мысалы шетел аралау үшін анандай жерге барасың, мынандай жерге барасың. Бірақ мысалы ағылшын тілін сіз не үшін үйретіп жатырмыз? Кейде ата-аналар өздері білмейді ағылшын тілін не үшін үйретіп жатырмыз. Жалпы мектептегі бағасы үшін ағылшын тілін үйретесіз бе? Жоқ, ағылшын тілін үйренуді бастадыңыз, енді сіз IELTS тапсырып бірақ тоқтайсыз ба мысалы? Негізі не үшін екенін ата-ана бірінші өзі анықтап алған дұрыс. Әйтеуір ағылшын тілінен үшке шығып жүр, ағылшын тілін үйрету керек деп береді мысалы. Енді қараңыз, ағылшын тілі деген нәрсе былай ғой, бізде орта жоқ қой. Орта болмағандықтан балаларда ұмыту бейім. 3 ай ағылшын тілінің курсына барады да, ол баланы жұлып алса, 2 айдан кейін қайтадан бастаймын деп ойласа, онда 2 айдан кейін қайтадан басынан бастау керек болды. Анау келген 3 айда балалар 1,5 айын жұтып қояды, ұмытылып қалады. Жаттаған ережелерін, жаттаған сөздерін бәрін бала деген ұмытып қояды. Сондықтан ағылшын тілі 3-ші сыныптан бастап мектепте енгізіледі. Сіз егер 3-ші сыныптан бастап ағылшын тіліне балаңызды берсеңіз, тұрақты үздіксіз бересіз ғой. 2 жылдың ішінде кәдімгідей басқа деңгейге жетесіз. Қанша сөз жаттайсыз, қанша ережелер өзіне сай баланың деңгейіндегі ережелер жаттайсыз. Кәдімгідей бала сөйлеп үйренеді. 2 жылда бала кәдімгідей кітап оқуға түседі. Мысалы, қазір 4-ші, 5-ші сынып бітіріп жатқан оқушыларымыз біздің кәдімгідей кітап оқиды. Қазір кітаптардың өзі кішкентай балаға сай жазылған кітаптар өте көп қой. Кәдімгідей біз кітап оқып жатыр. Оны кітап оқып бірден оны түсініп аударып жататын деңгейде болады. 4-ші, 5-ші сыныптың балалары, мысалы. Мен негізі ерте ағылшын тіліндегі балабақшаларға беретін ата-аналар бар, ағылшын тілінде уже сөйлейтін, еркін сөйлейтін балалар бар, бірақ көп басым бөлігі мысалы 3-ші сыныпта ағылшынды қолға алмаймыз, 4-ші сыныпта немесе 5-ші сыныпта ғана барып қолға алып жатамыз. Жалпы не үшін біз ағылшынды қолға алып жатырмыз? Соны біз бірінші өзіміз анықтап алуымыз керек. Мынау балаларға математиканы тереңдетіп оқысаңыздар, ағылшынды тереңдетіп оқысаңыздар, негізі ол бәрібір де сіздерге өте көп пайдасын береді. Мен мысалы өзім математика кітаптарының авторы болғаннан кейін, өзім мысалы тереңдетіп, мысалы математика, ағылшын тілдерін үйрететін болғаннан кейін, мен мысалы тек қана өз саламда ғана мысалы бүйтіп сөйлеп жатқан сияқты болатын шығармын. Бірақ басқа да салаларды мысалы тереңдетіп оқытатын болсаңыздар, басқа кәсіпте көретін болсаңыздар балаларыңызды, бәрібір де ағылшын тілі
қашанда керек, мысалы ағылшын тілі қашанда керек. Сондықтан негізі тіл үйренген жақсы. Тек мысалы қазақ тілін білеміз, орыс тілін білеміз, осы екі ақ тілде шектелмей ағылшын тілін бәрібір бізде 3 сыныптан 11 сыныпқа дейін мектеп үйретеді ғой, иә. Сондықтан сіздерде соған бейімделіп ағылшын тілін курсына беріп жатқан ата-аналар көп, береді. Бірақ ата-аналар сол баланы каникулда алып кетеді жаздың күні, иә, үзіп алады. Осы жерде көп балаларды артқа кетіп қалады. Мүмкіндігінше каникулда да демалдыру керек, демалатын жеріне бару керек, бірақ каникулда да ақырын тілді үйренген жақсы. Каникулда мысалы әртүрлі курстар ұйымдастырады оқу орталықтары, мысалы жаңағы аптасына 3 рет стандартты топтар бар. Жоқ, аптасына 5 күн 1 сағаттан, аптасына 5 күн 3 сағаттан деген сияқты интенсив топтар да бар, иә. Сондықтан неге барсаңыздар да балаға ашып түсіндіріңіздер, балаға білдіріңіздер, керек екенін, қажет екенін, бала деген сабақ оқу керек екенін, болашақта білім алу керек екенін, диплом алу керек екеніне немқұрайлылық танытып жатады, иә. Дипломсыз ақ өмір сүруге болады, дипломсыз ақ ақша табуға болады деген қазір қоғамда қаптап кетті, иә. Ол өмірдің мәні ақша табу ма? Ол ақша, ол табылады, ол Алланың өз маңдайға жазылғаны бар ғой, иә. Өмірдің мәні әркім өзінің миссиясын тауып алу, өзіне қызықты бір нәрсемен айналысу. Кәдімгідей балаға соны түсіндіру керек. Біз білім аламыз, біз білімді боламыз, біз оқушымыз, біздің статусымыз оқушы. 11-ші сынып бітіргенге дейін оқушы, иә, кәдімгідей білім алу керек. Кейде ата-аналар баланың оқушы деген статусын ұмытып кетеді, балаларды үй шаруасына көбірек жұмсап қойып жатамыз. Бірақ қазір енді көп балаларды өйтіп қатты жұмсай да алмаймыз. Балалар қазір біледі өзінің статустарын, өзінің оқушы екенін, мысалы, көбірек жұмсалынбай жатады. Көбірек біз балалардың алдына түсіп, өзіміз негізі көбірек жұмыс жасап кетеміз үйде, иә. Сосын ата-аналар 9, 10, 11 сыныптың балаларын жұмыс жасауға беріп қояды рұқсат, иә. Білмеймін, мен көп жағдайда өзім сәл қарсымын. Баланың еті үйреніп алады, бойы үйреніп алады, иә, сондай жұмыстарға. Сосын оны қайта кері қайтару қиында болып жатады. Әрине, егер ондай жұмыс жасап, бірақ оқуында қатар алып жүріп, болашақта мен диплом алып, бірақ бір маман иесі болам десе, онда жақсы. Бірақ егер сіз балаңызға мынандай тез ақша табу, қазіргі ұсақ-түйекке қажет ақша табуды үйретіп алып, бала тек сонымен ғана ақша табамын, сабақ оқымаймын деп қыңқылды салатын болса, сіз балаңызды басқара алмай бара жатсаңыз, онда мынау жұмыс жасаудың қаупі басым. Көрдіңіз бе? Оқу керек уақытында оқу керек. 11 сыныпқа дейін кәдімгідей білім алу керек. 11 сыныптан кейін жоғары оқуын алу керек. Жоғары оқу орнында оқу керек. Өзін студент деп сезіну керек. Әр кез өте өзінің әр кез әр уақыт, мысалы мектеп уақыты, студенттік шақтың өзінің қызықтары бар. Ертең қазір мысалы подросток дейміз, иә, мысалы жас жеткіншектер қазіргі жағдайға еліктеп сабақ оқымаймыз, біз былай сабақ оқымасақ та ақша табамыз деп бойын соған үйретіп алады да, ертең өкінетін болады. Өкінген кезде ақырындап сізге оны білдіретін болады. Мені оқытуыңыз керек еді деп. Ондай қателікке балалар бой алдырып алады. Сондықтан ата-аналар оған сіздер бой алдырмаңыздар. Кәдімгідей оқымай-ақ қойсам болады ма, жұмыс істеймін, мен оқымаймын деген нәрселерді 9 сыныптан бастап қиғылық сала бастайды, мысалы. Сосын кейін ата-аналар мысалы менің баламның оқуға желаниясы жоқ деп жатады, мысалы, не таңдайтынын білмейді деп жоғары сынып ата-аналарына өте осы мәселе өте өзекті болып тұр, иә. Бала демалады, баланың назарын алаңдататын өте көп қазір заттар бар, назар аударады. Бірақ баламен сөйлесу керек, бала демалу керек болса, баланы демалдыру керек. Демалу керек, демалайық, демалып ал, бірақ это надо дегенде түсіндіру керек. Мен 8 сыныпта оқып жүрген кезде, менің қызым, екінші қызым қазір Назарбаев университетінде 4-ші курста оқып жатыр. 8 сыныпта мен айтамын, ағылшын тілін бастайық, 10-ші сынып аяқтаған кезде IELTS біздің қалтамызда тұру керек деп, 8 сынып оқып жатқан кезде сөйлессем, менің қызым айтады, я не хочу английский дейді.
сосын асықпай отырып сөйлесемін баламен, күлкіге айналдырып отырып, түсінем. Енді бірақ енді дәл осы кезде енді саған балам таңдау бере алмаймын. Демаласың, бірақ аптасына 3 рет немесе аптасына 5 рет, бұл деген өте оңай. Әрине, ми қарсыласады, ми артық энергия жұмсағысы келмейді. Бірақ миды да біз ақырындап алдауымыз керек. Мына оңай, сен күн бойы демаласың, аптасына 3 рет 1 сағат қана ағылшынға барасың деп баланы осылай негізі көндіріп жібересіздер. Баланы алдап та үйрену керек. Сіз ата-ана біліп тұрсыз ғой, балаға қажет екенін, болды. Қажет екенін біліп тұрса, жеңіске сіз жетуіңіз керек. Ертең оның жемісін жейсіздер. Жаңағы, егер я не хочу ағылшынға деп жаңағы қызым айтады 8 сыныпта, жарайды, менің балам оқығысы келмейді деп, көп ата-аналар баланың айтқанын тыңдап жатады. Егер оқығысы келмейді деп, мен 8 сыныпта мен балама ағылшынға бермеген болсам, онда 10 сыныпты бітірген кезде IELTS тапсыра алмас еді. Көрдіңіз бе, бізге 2 жыл уақыт запас деңгейін көтеріп алдық, одан асықпай IELTS-қа дайындалдық. 10 сыныпты аяқтаған кезде емтиханның біреуі қалтамызда болды. Жаңағы IELTS біздің қалтамызда болды. Енді бар жоғы нует қана қалды, деген сияқты мысалы. Сол сияқты ата-аналар өздеріңізге жауапкершілікті алыңыздар. Балаға жауапкершілікті беріп қоймаңыздар. Баланың ісі шала деп жай айтпаймыз ғой. Сондықтан балаға бала деп қараңыздар. Арасында үлкен адам деп қараңыздар. Өзінен рұқсат алыңыздар. Бүгін ұлымнан сұрап жатырмын, IELTS-қа 10 бітіріп қойдық, IELTS-қа дайындала берейік па, жоқ әлде демалып алайсың ба деп сұрасам, демалып алайын деді. Жақсы, демалып ала ғой. Сосын мен баламнан сұраймын, қай уақытқа дейін мысалы демалып аласың, қашан бастасаң болады деген сияқты. Ол IELTS-қа дайындалуымыз керек деген нәрсені, бұл міндет деген нәрсені уже білет бала, ары қарай баламен ақылдасып отырып біз жұмыс жасаймыз. Сондықтан балаларыңызға өздеріңіз кәдімгідей көмектесесіздер, көмектесу керек. Баланың күн тәртібін ұйымдастыру керек. Баланың мынау бойын 90 күн бойы демалып үйретіп алсаңыздар, ертең 42-те бала бойын сабаққа үйрету кішкене қиын болады. Сондықтан демалатын уақытында демалып, сабақ оқитын уақытында арасында сабақ оқу керек та. Бойын үйрету деген сөз бар ғой, мынау етін үйрету деген қазақтың сөзі өте әдемі ғой. Мысалы, бос жүруге бойын үйретіп алса, оны перевоспитывать дейді, қайтадан бойын сабаққа үйрету сәл қиын да болады. Сондықтан жалпы күні бойы бос жүруге баланы әдеттендірмеу керек. Осы подкаст қызықты болды деп ойлаймын, пайдалы болды деп есептеймін. Жазылып кетіңіздер, маған тіркеліңіздер, лайк қойыңыздар, және бұл подкаст кімдерге қызықты деп ойлайсыздар, бөлісіп қойыңыздар. Астына комментарий жазыңыздар. Мүмкін бұл тақырыпта сіздің де тәжірибеңіз бар шығар. Сіз де балаларыңызды SAT-ге дайындаған шығарсыз. Сіз де балаларыңызды IELTS-қа дайындаған шығарсыздар. Сіз де балаларыңызды ағылшын тіліне оқытқан шығарсыздар, нуетке дайындаған шығарсыздар. Өте көп ата-аналар бар, балаларын кәдімгідей как проект сияқты ретінде қарап, балаларын дайындап отырған. Сіздердің айтарларыңыз бар. Сондықтан сіздер де айтыңыздар, бөлісіңіздер. Мүмкін менімен бірге подкастқа шыққыңыз келетін шығар. Мысалы, мен сізге сұрақ қойып отырамын. Қалай сіз балаңызды Назарбаев мектепке түсірдіңіз? Қалай сіз балаңызды республикалық физика-математика мектебіне түсірдіңіз деген сияқты. Менің де балаларым мысалы дарынды балалар арналған мектепке 6 сыныптан кейін мысалы түсті. Мен де мысалы айтарым бар, мысалы қалай дайындалу керек. Оның бәрі кәдімгі үлкен бір подход, балаға деген. Сондықтан кімнің айтары бар? Кім айтқысы келеді? Өйткені барлығымыз мынау халыққа пайдалырақ болғымыз келеді. Бәріміз ата-анамыз. Әсіресе осыны тыңдап отырған мен ойлаймын, аналар шығар өте көп басым бөлігі тыңдап отырған. Сондықтан аналар жазыңыздар. Мен сізбен бірге шығайыншы подкастқа. Менің айтарым бар десеңіздер, жазып кетіңіздер. Елге пайдалы болайық. Кеше мен өте бір күшті сөзді естідім. Көп жағдайда біз өзімізге сеніміміз төмендеу болады, мысалы, бір кәсіпкер бір мемлекетке әсер ете алады дейді. Сол кезде мен ойланып қалдым. Біз айтамыз ғой, жаяудың шаңы шықпайды деп, мен күшті инсайт алдым кеше. Сонда бір адам бір мемлекеттің өзгеруіне бәрібірде бір ықпал ете алады екен. Сондықтан мысалы әр қайсымыз мен не бере аламын, мен не біле аламын. Біз мысалы кішкентай болса да білгенімізбен бөліссек, балаларыңызды былай дайындасаңыз болады, балаларыңызға кітап оқыту үшін былай қызықтырсаңыз болады деп. Кітап оқуға қызықтыру туралы тағы да мен мысалы өте күшті тақырыптар бөлісе аламын. Қалай менің балаларым кітапты қызығып оқиды, біздің
кітаптар туралы. Сондықтан жазыңыздар, лайк басыңыздар, бөлісіңіздер, комментарий қалдырыңыздар. Бар болыңыздар, бай болыңыздар, бірге өсейік, бірге өнейік. Өте сауатты, мықты, қоғамға пайдалы балалар тәрбиелеуді Алла бізге нәсіп етсін.